Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді ірімшік қосылған кабачковый оладьи дайындаймыз. Ол үшін кабачоктарымызды жуып аламыз. Қажет емес жерін пышақпен алып тастаймыз. Үккіштен өткізіп аламыз. Мен 3 кабачок қолдандым, біреуі үлкен, екеуі орташа. Үккіштен өткізіп болған соң, азғантай тұз сеуіп, араластырып, 5-10 минутқа соғы шығу үшін қойып қоюымыз керек. Осылай 5-10 минуттан кейін өзінің соғы шығады, соны сығып басқа ыдысқа салып аламыз. Сығып алған кабачоктарымызға 1 жұмыртқа қосып, 2 ас қасық ұн қосамыз. Кез келген ұн қоса берсеңіздер болады. Мен кәдімгі бидай ұнын қостым. Бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Кептірілген чеснок қоссаңыздар болады. Менде болған жоқ, сол үшін қоспадым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Осылай шанышқымен алған кезде ағып кетпеуі керек. Осылай қызып тұрған табада азғантай май құямыз ішіне. Осылай кабачоктарымызды жайғастырып шығамыз. Мен ортасына ірімшік қосамын. Ірімшікпен өте дәмді болады. Ірімшік қоспасаңыздар да болады. Осылай бір жағы піскеннен кейін, екінші жағына аударып пісіріп аласыздар. Екінші жағына аударғаннан кейін қақпағын 1-2 минут жауып пісірсеңіздер болады. Осымен оладьиларымыз дайын, ас болсын.